Жаяу Мұса атындағы Ақсу жоғары көпсалалы колледжі мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығының арнайы пәндер оқытушысы Керейбаева Айжан Сабыржановна. Пән бейнелеу өнері негіздерін оқыту әдістемесі. Тақырып акварель жұмыстарының техникасы мен түстері туралы мәлімет. Сабақта мақсаты студенттерге акварель жұмыстарының техникасы мен әдістері туралы мәлімет бере отырып, оны дұрыс қолдануға үйрету. Акварель грек тілінен аударғанда су деген мағынаны білдіреді. Құрамында суға еритін желім қосылған түрлі түсті бояу. Кескіндеменің ең әсерлі түрі. Акварель бояуларының ерекшелігі мөлдірлігі. Бұл кескіндеме техникасында ақ бояу мүлде қолданылмайды. Ақ бояуды кескіндеме жасалатын ақ қағаздың өзі ауыстырады. Шығарманың ең жарық нүктелерінде қағаздың тиісті жерлері мүлде боялмайды. Акварель бояулары қолдануға ыңғайлы және қарапайым. Соған қарамастан акварель техникасы өте күрделі. Барлық түсті негізінен екіге бөлуге болады: хроматикалық және ахроматикалық. Хроматикалық түске қызыл, сары, көк сияқты ашық түстер қолданылады, ал ахроматикалықта ақ, қара, сұр түстер. Бірінші түске ашық бояулар, ал екіншісіне түстер мен негізгі үш түсті араластыру арқылы алынатын қосымша түстер жатады. Бұл үш түсті өзара араластыру арқылы қызғылт, сия және жасыл түстер шығарып алуға да болады. Осы алты түс арқылы күн сәулесінің спектрі белгіленеді. Оң жағында тұрған түстерді өзгерту спектрі, яғни бірнеше түстерді қосу арқылы басқа түстер шығару. Ал сол жағында тұрған жоғарыда ахроматикалық түстер, төменгісінде хроматикалық түстер. Акварельмен жұмыс істеуге балалар мектепке дейінгі кезден қызығады. Акварельмен жұмысты бастамас бұрын балалармен әңгіме жүргізу керек болады. Онда бояумен жұмыс істеу ережелері мен қажетті құралдар туралы айтылады және қауіпсіздік ережелері туралы айтып кеткен жөн. Акварельмен жұмыс кезінде қолданылатын құралдар: акварель бояуы, қылқаламның екі түрі, жуан және жіңішке. Жіңішке түрі қылқаламның ұшымен жұмыс істеу үшін қажет. Альбом дәптері, су құйғыш және қылқаламды орналастыратын құрал. Акварельмен жұмыс жасау барысында ақ бетті көлбеу орналастырып, қылқаламды суға малып, сулы түрде қағаз бетіне солдан оңға қарай жағып шығамыз. Қылқаламның ұшын ғана аламыз. Бояуды жаққан кезде бояуды алдын ала осындай ыдысқа езіп аламыз да, қылқаламның ұшымен ғана солдан оңға қарай жағып отырамыз. Жаңағы бетімізді бояған кезде суды көп мөлшерде қолданған жөн. Сонда бізде бояуымыз тегіс жағылып әдемі көрінеді. Мысал ретінде еменнің ағашын салдық. Қажет емес, керек емес жерлерін алдын ала өшіріп тастауымыз қажет, себебі бояудан кейін ол өшірілмейді. Енді осы еменді бояу үшін жасыл және сары түсті қолданамыз. Қылқаламмен алдын ала жасыл түсті суға малып, ең алдымен жасыл түспен жапырақты бояп аламыз. Суды көп мөлшерде қолдандық. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, су өте көп қолданылған. Бұл бізге түсті өзгерту үшін қажет болады. Себебі егерде біз қоюлатып алатын болсақ, онда біздің жаңа бояуымыз кеуіп қалып, ерте кеуіп қалып, бояуымыздың түсі өзгермеуі мүмкін. Сол себепті суды көп мөлшерде қолданамыз жаққан кезде. Солдан оңға қарай, яғни жоғары қарай бояймыз. Енді толық боялғаннан кейін үстінен бояу кеппей тұрып, сары түспен жағып шығамыз. Сол кезде біздің жапырағымыздың түсі өзгеріп, бір ерекше нәр береді. Сонда жапырақ, ағашта өсіп тұрған жапырақтың түсіне сәйкестенеді. Сары түсті толығымен бояп шығамыз. Суды көп мөлшерде әлде болса қолданамыз, себебі кейбір жерде қою болып кетсе, ол тез кеуіп қалып, және тегіс боялмай қалуы мүмкін. Сол себепті сары түсті қолданған кезде де суды көп мөлшерде қолданамыз. Жапырақтың жасыл жерлеріне тимеген жерлердің барлығын сары түспен толығымен бояп шығамыз. Сонда бізде жапырағымыз ерекше әдемі көрінуі керек. Бояп болғаннан кейін шеттерін қою жасыл түспен қоршап шығуға болады. Дайын жұмыс.
Акварельмен жұмыс жасау кезінде балалардың жұмысын қадағалап, сәтті талпыныстарын мадақтау керек. Мұнан балалар бояумен жұмыс істеуге ынталана түседі. Егер бала натурасына сай бейнелейтін заттың түсін таба білуге жаттықса, бізді қоршаған әсем де сұлу көріністерді шынайы сезініп қабылдауға, оны бейнелеуге үйренеді. Бояу сырын ұғынып, әр заттың өзіне тән түрін, түсті таңдап бояуға жаттығады. Табиғаттың көркемдігін, байлығын терең түсіне білуге үйренеді. Эстетикалық талғамдары